Сәлем достар, бұл бейістің кино әлемі. Бұл ретте үнді фильмі 26 ерекше қарақшы жайында айтамыз. Кино бастала салысымен Әділет басқармасының 4 тексерушісі бұйрық алып келіп, жергілікті полиция бөлімшесімен бірлесіп, депутаттың үйіне тексеру жүргізді. Олар есіктен кіре салысымен телефон сымды үзіп тастап, топ-топқа бөлініп үйдің бұрыш-бұрышына қарай бастады. Ойлағандай, шкаф, үйдің төбесі, көліктің орындықтары сияқты жерлерден көп суммадағы ақша және алтын күміс табылды. Ал парақор депутат болса, қорыққанынан тер басып, ештеңе дей алмай отырып қалды. Тексерушілер табылған заңсыз ақшаны суретке түсіріп, дәлел алып, тізім жасап, депутатқа қол қоюға берді. Тексерушілердің істеген жұмыстарында ешқандай мін жоқ, тәжірибелі көрінді. Тіпті көмекке келген полицияның өзі олардың жұмыс істеу тәртіптерін көріп, оларды пірі тұта бастады. Бәрі аяқталғаннан кейін тексеруші жәшік ақшаны өз көлігіне басып, және полицияға осы жерде қадағалап қалуды өтініп, өздері тәркіленген мүлікті бөлімшеге жеткізіп, нақты бағасын шығарғаннан кейін полицияға келіп қол қойдыратынын айтты. Бірақ тексерушілер қонақ үйге келіп, шеттерінен киімдерін ауыстырып, ақшаны бөліп алып қашып кетті. Шын мәнінде бұлар Әділет басқармасы немесе салық басқармасының атын жамылып, жемқорлардың заңсыз ақшасын тәркілеп алатын алаяқ тобы екен. Осы бірнеше жылда олар осылай 10 шақты жұмыс жасаған. Ақшаны бөлісіп, 4-еу 4 жаққа кетті. Олар бөлек-бөлек қалада тұрады, тек жұмыс істегенде ғана хабарласады. Және олар бір рет алдағаннан кейін біраз уақыт тыныш жүреді. Ал алданған жемқор бастықтар немесе салықтан қашқан саудагерлер болса, өздерінің заңсыз ақшасының қолды болғанына шағым түсіре алмай, амалсыз көнеді. Ал алаяқтар ақпарат құралдарының бұл істі ұмытып кетуін күтіп жүріп, содан кейін ғана келесі жоспарларына кіріседі. Бірақ кей кезде активтерге де жолығып қалады. Осы жолға алданып қалған полиция Шинга дәл сондай адам. Шинга оқиға орнында көп күтті. 80-ші жылдағы байланыс құралдары дамымаған. Ол әрең дегенде орталыққа хабарласып, өзінің алданып қалғанын білді. Ал депутат өзінің атақ абыройы және саяси болашағы үшін бұл істі арызданбай басып тастамақшы. Тіпті полиция бастығына да бұл істің артынан түспе деп ескерту жасады. Бірақ полиция Шинга бұған мойынсынар емес. Ол Әділет басқармасына іздеп келіп, сол жердің бастығы Уасамумен тіл табысты. Уасаму да актив, жұмысқа берілген қызметші. Ол бұзақыларды жек көреді және ешқандай аяушылық танытпайды. Осы жолғы алаяқтар мекеменің атын жамылып, атағына кір келтірген. Ел арасында тіпті басқарма тәркіленген мүлікті өздері жымқырған деген өсек тарап кеткен. Уасаму бұған қатты ызалы. Сондықтан Уасаму алаяқтарды ұстап, сазайдарын бермекші болды. Бірақ зардап шегушілер атақ абыройы үшін арызданудан, тіпті куәгер болудан бас тартып отыр. Олардан басқа алаяқтардың жүзін көрген тек полиция Шинга ғана. Сондықтан Уасаму Шингаға архив бөліміне кіріп, архив ақтарып алаяқтар туралы мәлімет іздеуге рұқсат берді. Біраз уақыт өткеннен кейін алаяқтар салық комитетінің атын жамылып, тағы жұмысқа кірісті. Топтағы Ажи өте ақылды, бүкіл істі сол жоспарлайды. Ойламаған жерден осы жолы олар шынайы тексерушілерге кездесіп қалды. Бірақ Ажи саспады, артқа қайтып көрші саудагердің мүлкін тәркіледі. Және тексерушілермен достасып, оларға көмекке келген полицияларды пайдаланып ақшасын тасытып алды. Артынан бұл хабар Уасамуға жеткенде, олар баяғыда ізін суытқан. Уасаму жынданып осы жолғы делоны газетке шығарып жіберді. Көп ұзамай полиция Шинга алаяқтардың ішіндегі қасқабастың мәліметін тапты. Бірақ оларда қасқабастың қылмыстық дәлелі жоқ. Сондықтан полиция жіберіп, телефон ремонттауды сылтау етіп, қасқабастың телефонына есту құралын орнатып кетті. Ажи өте ақылды және өзіне қатты сенеді. Осы жолғы істің халыққа жария болғанын үлкен орай деп санайды. Шамның асты қараңғы демекші, ешкім оларды қауіпке қарамай тағы тонайды деп ойламайды. Сондықтан енді ол дамыған үлкен қалаға қол салмақшы. Егерде сәтті аяқталса, өмірлеріне жететін байлыққа ие болады. Бірақ олардың сөйлескенін полиция естіп отыр. Осылай Ажи мен қасқабастың алаяқ екені белгілі болды. Уасаму хабар ала салысымен әр жердің полицияларына бұйрық беріп, қасқабас пен Ажиді аңдуға адам орналастырды. Біраз уақыттан кейін Ажи алдымен жалған мөр жасатып алып, газет баспасына барып жұмысқа алу хабарламасын бастырды. Артынан топтың мүшелерімен бас қосып, бір қонақ үйге келді. Ажидің осы жолғы көздегені қаладағы ең үлкен әшекей дүкені.
Дүкен өте үлкен болғандықтан осы жолы өздеріне басқа адам тартпақшы. Ертесі таңертең газеттің бәрін өздері сатып алып, үйдің есігіне тастап кетті. Оның ішінде әділет басқармасының өздеріне тексеруші іздейді деген хабарламасы бар. Мазмұны өте жағымды. Жұмыссыз жүргендердің көзі елене түсті. Білім талап етпейді, айлығы да жоғары, әйел деген талабы да жоқ. Жұмысқа кірдің болды, болашағынан уайым жоқ. Бұны көрген адамдар қатты қуанды. Бұттан тілейтіні бұттан, Құдайдан тілейтіні Құдайдан тілеп, өздерінің жұмысқа кіруіне дайындалды. Уасаму хабар алып, қол астындағыларды жинап, оларға да барып сынақтан өтуге бұйрық берді. Іле-шала жұмыс іздеушілер жетті. Жайшылықта тып-тыныш қонақ үй базарға айналды. Бір күн іріктеуден кейін 26 адам келесі кезеңге өтті. Оның ішінде Уасамудың 2 шпионы да бар. Бірақ бұл тек бірінші кезеңдегі іріктеу. Ажи оларға ертесі сағат 11-де шаштарын алдырып, костюмдерін киіп, қонақ үйдің алдына жиналуға шақырды. Оларды практикадан өткізіп, жұмыс барысымен таныстыратынын айтты. Іле-шала Ажи лекциясын бастап кетті. Оның сөзіне сенген қабылданушылар өздерін шынымен тексеруші сезініп, мемлекет үшін, халық үшін адал қызмет етуге ант етті. Тіпті алаяқтардың өзі өздерінің қарақшы екенін ұмытып кеткендей көрінді. Осы түні олар түнделетіп 26 жалған құжат жасап, таңға жақын өз бөлмелеріне қайтып демалды. Кенеттен Уасаму Қасқабасты іздеп келіп, оған 2 таңдау ұсынды. Бірі түрмеге түсіп, темір тордың ар жағында қалған өмірін өткізу. Енді бірі полициямен бірлесіп, бәрін айтып кеңшілікке ие болу. Енді ғана 50-ге жеткен Қасқабас өмірдің ләззатына тоймаған. Ол ойланбастан екіншісін таңдап, басқаларды сатып кетті. Уасамуға Қасқабас 2 тың ақпарат айтып берді. Біріншісі ертең түстен кейін олар адам бастап барып, әшекей дүкенін 30 минут ішінде елдер ес ақылын жимай жатып, тасып кетпекші екен. Ал екіншісі топ басшысы Ажи туралы. Ажидің арманы әділет басқармасына жұмысқа кіру болған екен. Кезінде емтиханда толық балл жинаса да, кездесуден өтпей қалған екен. Бұл Ажиге қатты ауыр тиген. Содан бастап басқарманың атын жамылып, қазірге дейін 50-ден аса қылмыстық іс жасаған. Ертесі күні Уасаму бәрінен бұрын әшекей дүкеніне келіп, өзінің мансабын пайдаланып, қожайынға бүкіл әшекейдің орнына жалғандарын қойып, ал шын әшекейді жәшікке салып, 20 минуттық жердегі офиске апарып сақтауға бұйрық берді. Ал полициялар сатып алушы болып дүкен ішінде жүреді және дәлел қалтыру үшін камера орнатты. Тіпті шыға беріске мергенді де орналастырды. Алаяқтарға келсек, Ажи Қасқабастың алаңдап тұрғанын көріп, оған еш алаңдама, тек адамдарды автобусға отырғызып, жеткізсең болды, қалғанын бізге тапсыр деп жұбатты. Осылай Қасқабас кешегі 26 адамды ертіп, жолға шықты. Кенеттен Қасқабас полиция бөлімшесінің алдынан түсіп қалып, өзінің полициялармен ақылдасатын жұмысы бар екенін айтып, көліктегі 26 адамға алдымен әшекей дүкеніне бара беруді және өзі барғанша көліктен түспеуді ескертті. Автобус кете салысымен полиция Шинга Қасқабасты алуға келді. Ешкім ойламаған, полиция Шинга Ажидің адамы екен. Әу бастан бұның бәрі Ажи жасаған жоспар екен. Әшекей дүкеніне барамыз дегені өтірік екен. Олардың көздегені Уасаму офиске апарып сақтап қойған әшекейлер. Осылай бір тобы офиске жетіп келіп, құжаттарын көрсетіп, телефон сымды үзіп тастап, есеп-шот тексергелі келгенін айтты. Офистегілер полиция Шинганы көріп, қорқып дірілдеп қалды. Осылай ештеңеден хабары жоқ офистегілер әшекей сақтаған бөлменің есігін ашып берді. Осылай олар үлкен-үлкен жәшікке салынған алтындарды көлігіне басып кетіп қалды. Бір жиен жерге келіп, алтындарды бөлісіп, жан-жаққа тарап іздерін суытты. Бұл олардың ең соңғы рет бірлесіп жұмыс істеуі. Ал алданып қалған Уасаму оларды әлі күтіп отыр. Уасаму есіктің алдындағы тып-тыныш тұрып қалған көліктен күмәнданып, біреуін түсіріп, мән-жайды сұрағаннан кейін күдіктене бастады. Осы кезде қол астындағы біреу келіп, офистегі әшекейлерді өздерін тексерушіміз деген бір топ адам келіп алып кеткенін айтты. Өзінің алданып қалғанын Уасаму енді түсінді. Уасаму бәрін бастан ойлап, Шинганың Ажидің адамы екенін білді. Бастан аяқ өзі алаяқтардың құралына айналған екен. Осымен фильм аяқталды. Ұнатқан достар лайк басып, каналға жазылғанды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.